Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда сәтті шығатын жұп-жұмсақ үлпілдек өте дамды пирожкидің рецептімен бөлісемін. Менің видеомды соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің граммы описанияда жазылып тұр. Міндетті түрде достар, тура осы видеодағыдай жасаңыздар. Сіздерде де дәл осындай әдемі, өте дәмді болып шығады. Ал қажетті заттар ол бізге жылы сүт, жылы су, бір ас қасық сары май, ашытқы, 2 жұмыртқаның сарысы, ұн және сұйық май. Енді қамырымызды жасауға кірісеміз. Сары майымызды ерітіп, сүтімізді жылытып қосамыз. Жылы су қосамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. 2 жұмыртқаның сарысы және ашытқы. Ашытқы егер сіздерде құрғақ ашытқы болатын болса, 1 ас қасық қосасыздар және 1 ас қасық қант қосып жібересіздер. Енді ұн менде шамамен 460-465 грамм. Жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бетіне май тамызып, жылы жерге 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде қайнатылған картоп, пюре жасап алып, 2-ге бөлемін. Бір бөлігіне көк пияз бен бұрыш қосамын. Бұлай жасау міндетті емес. Менің балғаларым пияз қосылған, бұрыш қосылған ұнатпайды. Одан кейін мен 2-ге бөліп жасадым салмамды. Ал енді көтерілген қамырымыздан пирожки дайындауға кірісеміз. Осылай дөңгелектеп, шамамен 40-35 граммдай қамыр аласыздар. Осылай дөңгелектеп жасап алыңыздар алдын ала. Шетінен алып, пирожкилерімізді жасаймыз. Салмасын салып, осылай жақсылап қысып түйіп шығасыздар. Бетін жауып қоямыз. Майымызды қыздырып, баяу отта қуырамыз. Майды қатты қыздырып қуырмаңыздар, бауырсақ ұсатып. Баяу отта қуырыңыздар. Ортасы піспей қалады. Сол үшін баяу отта қуыру керек. Міне дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, ортасы толығымен піскен, жұп-жұмсақ. Жасап көріңіздер достар. Ал видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.